Hello, барлықтарыңызға. Бүгін бізде тоже позитивный келесі күн. Бүгін біз үшінші партты талқылайтын боламыз. Так, let's start then. Appropriate meanings. Дұрыс тұрған, яғни сәйкес келетін нені табыңыздар, мағынасын табыңыздар. I'm friendly with my cousins. Яғни мен доспын, жақсы қарым-қатынастамын, немесе доспын менің туыстармен, cousin, жиен. Вот. Breakdown. Енді соны, мына жерде немен берілген екен? Phrasal verbs'тармен. Breakdown, get on with somebody, get off, get over. Так, breakdown деп отырғанымыз обычно сломаться, сыну немесе андай рушиться дейді ғой, типа бір нәрсе құлау, мысалы үй құлау, destroy деген мағынада. Ал get on with somebody деп отырғанымыз бізде біреумен жақсы қарым-қатынаста болу дегенді білдіреді. Get on with somebody, окей? Ал get off деген обычно түсу, автобустан түсу дегенді білдіреді мысалға ше. Транспорттан түсу, а get over деген мысалға бір проблеманы мысалға жеңу. I got over, for example, some difficulty, some өту деген сөз. Бір нәрседен уже проблемадан өту, немесе бір нәрсені жеңу, в общем, проблеманы жеңу деген сияқты нәрсе. Мағынада айтылған. Сондықтан да бізде жауабы get on with somebody. Кстати, егер де сізде phrasal verbпен еще қателесіп қиналып жүретін болсаңыз, бізде phrasal verbқа арнайы не бар? Vocabulary деген партта оқып алсаңыздар болады. Ойбай, мына жерде тағы бар екен ғой, и деген жауап. Sorry, мен төрт жауапты сөйлеп қалдым. Have a good relationship with somebody. Біреумен жақсы қарым-қатынаста болу дегенді білдіреді. То есть, и жауап көрді сұра. Have a good relationship with somebody. Біреумен жақсы қарым-қатынаста болу. Яғни I'm friendly деп тұрғанымыз, мен доспын. Get on with somebody, біреумен жақсы қарым-қатынаста болу деген phrasal verb форматында. И мына жерде have a good relationship with somebody. То есть біреумен жақсы қарым-қатынаста болу дегенді білдіреді. Дальше. Synonym немесе synonyms, people. People деген сөзге синоним табыңыз. Teachers, яғни адамдар дегенге қандай синоним болады? Мұғалімдер деген адамдар емес. Енді мұғалімдер адамдар, конечно, бірақ мына жерде мұғалімдер адамдар емес. Типа, адамдар деген сөздің синоним емес деген ғой. Friends деген адамдар деген сөздің синоним емес. Actors емес. Humans, вот, humans. Адамдар дегенді білдіреді, human. Окей? Бізде жауабы D. Students, family деген жатпайды. Так, келесі. Synonym, оққан екен ғой, sorry. Correct options, дұрыс вариантты табыңыз. The house he lives in is very big. Үй тұрып жатқан өте үлкен. Үй дегенге кім деп айта алмайсыз? Өйткені ол заттың жаны жоқ. Мысалға там he болса, she болса, who деп айтуыңызға болады еді, немесе адамның аты тұрса, бірақ бұл жерде адам бес. Сондықтан да the house who болмайды. Okay? Which деген заттарға арналған, сол үшін болады. The house which he lives in is very big. То есть ол тұрып жатқан үй, өйткені which деп отырғанымыз бізде саналмайды деп. В общем, заттарға арналады, жан жоқ заттарға арналады, окей? Келесі that тоже, который деген білдіреді. Зат деген whoға да, whichқа да жата береді. Негізі адам болса да мысалға, немесе зат болса да. The house that he lives in is very big. Бізде C жауабы дұрыс болады. И B жауабы дұрыс болады.
мысалға the girl that I met is very там smart. Мен кездестірген қыз өте ақылды. That деген тоже хуға и учқа. Жансыз жанды жаттарға қолдана береді. This деген the house this he lives деген болмайды. Ну вообще в целом который деген this дегенге жетпейді. Those when деген дұрыс емес. When деген уақытқа арналған. Мысалға yesterday when I bought my home I там celebrated, да, скажем. Бұл кезде when деген уақытқа yesterday, там 5th of November, там что еще. Ну, в общем, кез келген бір уақытпен басталады өзі. Okay? When деген уақытпен, who деген адаммен, и which деген затпен, зат деген адамға да, затқа да шыға береді. Который дегеннің просто әртүрлі аудармалары. Так, noun suffixes noun, яғни бізде зат есім. Окей, кім не деген сұраққа жауап береді. ly, meant, less, соны жырнағы табамыз. Ness, able, ist. То есть бұл жерде ly деп отырғанымыз обычно adverb немесе stewдікі. Meant деген мысалға кез келген сөз қойып көріңіз. Development, даму. Не даму, не даму. Meant. Окей? Meant деп отырғанымыз сонда бізде noun-дікі. Солай сөз қойып көрсеңіз болады. Less деген мысалға не қоятуға болады? О боже. Осындай кезде неге идеям келмей қалатын қайдам ше? Видео түсірген кезде. Окей. Careless. Яғни андай careful емес, яғни өзін түсініңіз, ja? Careful деген білесіз, қандай адам, ja? Внимательный емес, careless. Неме заботливый емес, да? Less. Яғни бұндай так, заботливый, например, да, скажем, ол қандай деген сұраққа жауап береді, сондықтан да бұл less деп отырғанымыз сізде adjективтің суффиксы. Дальше, next, happiness. Happiness обычный, да? То есть не happiness, счастье деген, бақыт, бақыт, не бақыт. Сондықтан да next шығады. Able. Мысалға, не бар еще? Durable, да? Или там, что еще? О боже. Instagrammable де. Инстаграмға саларлықтай деген сияқты. Типа Instagrammable фото дейді. Типа, скажем, просто менде қазір дам, идея жоқ. Астын жазып кетсеңіздер болады. Кімде күшті фантазияларыңыз бар, қосылып тұрғандар көте. Capable деген сөз бар, кстати. Способный. Қандай способный? Қандай, яғни adjectivтікі бұл. Less пен able деген adjectivтікі. Is деген мысалға активист. Is деп отырамыз, енді қандай деп активист кім? Кім деген сұраққа, кім немесе не деген сұраққа жауап берсе, noun болып саналады. Окей? Сонда бізде meant, ness, ist. Получается B, D, F. Жауаптар дұрыс. Дальше. Correct options. Дұрыс noun, noun сіз қорсын. Options. Таңдау тенденс. Дұрыс вариант табыңыз. I will lend you the book. The time you return it on Monday. Мына жерде бізде prepositionға қатысты. Preposition сіз қорсын. Так, подождите. Предлог, яғни бізде, мысалы, although, though, if, on condition that, however, but деген қайсысы дұрыс болады, соны қойыңыздар дейді мына жерге. Lend you the book. Кітапты бере тұрамын. Егер де сен қайтарсаң, понедельник қайтарсаң берем. Хотя қайтарсаң, мысалы, although, though деп отырғанымыз бізде екеуі де хотя дегенді білдіреді. Мен саған кітапты беремін, хотя сен қайтарсаң. Деп айтпайды ғой. Егер де қайтарсаң дейді. Сондықтан да бізде if деген болады. If I will lend you the book, мен саған кітапты бере тұрамын. If you return it on Monday. Егер де понедельник қайтарсаң. Немесе on condition that. Тоже при условии дейді ғой, мысалға. Егер де деген сөз, окей? Егер де сен қайтарсаң деген сөз. При условии. Осындай условияда, яғни осындай шартты түрде қайтарсаң, в общем, окей? Немесе при условии деген орысша тұстара. If, немесе on condition that you return it on Monday. Дальше. However, бірақ деген бұл дұрыс емес бұл.
however but деген екеуі дұрыс емес. Окей? Қайтаратын болсаң деп тұр ғой бұл жерде. Сондықтан да мағынасы келмейді. If и потом on condition that C и D жауабы дұрыс. Дальше. Special questions. Арнайы сұрақтар. Арнайы деп отырғанымызда сразу who, what, how деген сияқты кім, не, қайда, неге, там деген сияқты сұрақтар болады ғой. WH немесе how мен басталатын сұрақтар. Мысалы WH пен басталатын сұрақ who. Whose, WH пен басталып тұр. WH екі әріппен басталып тұр. Осы сұрақ whose немесе how. Окей? Осы үш сұрақпен басталса сразу special questions. B, D, E. Ал енді сіздерге сұрақ комментарийға жазып кетіңіздер. A, C, F қандай question type-қа жатады? Қандай question type? Немесе сұрақтың түрі? Қандай сұрақтың түрі? Tag questions ба, alternative question ба, или general question ба? Осының қайсысына үшеуі жатады? Соны айтып кетіңіз. Үшеуі де бір типқа жатады. Қайсысына жататындығын кім бірінші айтып қояды екен, сол молодец. Молодец деп астына жазып жүремін сразу. Кім дұрыс жауап береді, соған молодец деп жазып жүремін. 31-ші сұраққа. Давайте. Go to solution. Так, жазылады ма көрейінші? Окей. Так, дальше. Sentence, немесе sentences about past habits. Habit деп отырамыз. Бұрынғы привычкалар. Past дегеніміз бұрынғы, habits, привычкалар. I use it all. Use it to деген қайда? Use it to verb 1 болу керек. Use it to деген жоқ бізде. Дұрыс емес. I didn't use to. Мына жерде use to деп тұр ғой. Өткен didn't болғаннан кейін use бірінші формаға айналып кетеді. I didn't use it деген болмайды, окей? I didn't use to go. Сондықтан да бізде бұл жауап дұрыс. Бұрында бармадым. Бұрынғы, яғни привычкасы туралы айтып, бұрында мен кішкісі жақын далаға шықпадым деп тұр. They didn't use. Use'дан кейін to жоқ, сондықтан да бұл дұрыс емес. Past habits'та use it немесе use to. Просто use-дің алдында did деген сияқты нәрсе болу керек. Міне қараңыз. Did you use to? Дұрыс мынау. Use to. Главный алдында did бар. Окей? Көмекші етістік did деген болса, өзі бірінші формаға айналып кетеді. Окей? Did деген өзі екінші форма, одан кейін бірінші формаға айналып кетеді. Білесіздер ғой, кәдімгі past simple ғой. Did you use to sing? Окей, дұрыс. Дальше. Did you use to деген жоқ қой. To деген жоқ, сондықтан да болмайды. He used to. Мынау дұрыс. He used to run. I didn't used to go. И потом келесі. Did you used to sing? Бізде B жауабы, D жауабы, және де F жауаптары дұрыс. Use-дан кейін to дегенді ұмытпаймыз. Егер де алдында did немесе didn't деген көмекші етістік болса, өзі use it емес, use дегенге айналып кетеді. Одан кейін to всегда бар. Окей? Use it болсында да, use болып тұрса to бар, бірақ use-дің алдында обязательно didn't немесе did деген сияқты көмекші етістік болу керек. Так, дальше. Modals for assumption. Assumption деген I assume дейді ғой бұл. Предполагаю деген. Осындай деп ойлаймын. Think дегенге более. Так, синоним, окей? Өзіңіздің предполагать етесіз осыған. Осындай болып қалады-ау, осындай-ау деген, яғни сізде need, can't, have to, must, may, be able. Возможно деп предполагать етсеңіз, значит сізге не болады жауабы сразу білесіз. May. It may not. Окей, типа. Осындай болып қалады-ау деген 50-50, 50%, бір 70%, процент 100% болмай. Осындай болып қалады-ау дейтімізіңіз may болады. Түсінікті да? Be able деген ол, be able деген to деген болу керек біріншіден. И потом be able деген ол can'ның синонимі. Окей? I can swim. Мен жүз алам, бір нәрсе істей алам деген нәрсеге білдіреді. Окей? Possibilities, for example. Окей? Must деп отырамыз бізде обязательно, mandatory, obligation деп тұрса, онда бізде осы дұрыс болушы еді. Have to то же самое. Can't деген болмайды ол. Бағанағы prohibition мысалы, да? Need деп отырамыз бізде I need, например, бұны сізде need деп отырамыз білесіздер ғой, аудармасын керек деген білдіреді. Бұлда бізде не болады? Не obligation,
requirement, for example, let's say, yes. Ну, бірақ, смотря на жерге не деп келуі мүмкін деп примерно предполагать етіп отырмын, иә, предположение жасап отырмын. Сондықтан да осылай жазып алсаңыздар болады. Келіп қалса сізге басқаша осы сұрақты басқаша айналдырып келуі мүмкін ғой сізге, сол үшін міндетті түрде жазып алыңыздар. Келесі sentence немесе sentence about past habits. Бұрынғы habit, бұрынғы привычкалар. Жаңа болды ғой бізде, естеріңізде бар болса, кстати. Скорчень. Не use таңы to немесе use-дің алдында did болу керек, помните? Енді қараңыздар мына жерде. Вот, used to go. Көрдіңіз, алдында did бар, дұрыс, значит. Дальше, I was born in Chicago. I'm surprised Liz didn't get offered. Мына жерде use деген жоқ вообще. The information was given. He didn't use, вот, used to деген бар, spent, it's-тің бірінші формасы тұрады, to-дан кейін. И потом didn't деген алдында тұрғаннан кейін дұрыс. Did немесе didn't болу керек. Дальше, I used to go, дұрыс. Used to go. Affirmative формасы, немесе болымды формасында осылай болады. Ал негативта көріп тұрсыздар, didn't use to. Use it емес, use болады. It's-тің бірінші формасы тағы айтамын. Просто осы нәрсені көп адам шатастырып ала береді әлі күнге дейін. Past simple'дік әлі дұрыс білмейтіндер бар. Сондықтан да past simple білмесеңіздер, міндетті түрде формасын қарап алыңыздар. Басында didn't, одан кейін verb 1 тұрады, не verb 2. Дальше, the correct endings қайсысы соң overcome'нан кейін келеді деп тұр сізге. To overcome difficulties, to overcome causes, obstacles, race, events, charity. To overcome деген бір нәрсені жеңу. Қиындықты жеңу. Cause деп отырамыз бізде. Қазақшасын аударам қас. Причина дегеніміз бізде себепті жеңу деген бола ма? Қиындықты жеңу, барьер дейді ғой, obstacles деп отырамыз. Бір барьерді жеңу, иә? Race деп отырамыз бізде не? Көтерілу, яғни, мысалға, карьерный рост, например, raceді жеңу, event, мысалға, білесіздер ғой, event ұйымдастырады, charity event дейді ғой, мысалға, charity event, в общем, надеюсь, білесіздер, да? Білсеңіздер қазақшасын жазып кетіңіздер, потому что мен көп сөздерді вообще қазақшамен жаттамағам, сондықтан да маған кішкене қиын. Мен ағылшыншадан ағылшыншаға жаттам, короче. Мағынасымен жаттадым, короче. Қазақшаға кішкене қиын. Charity деп отырамыз бізде андай мысалға. Благотворительность, да. Благотворительность жасау. Вот. Event деп отырамыз бағанағы ұйымдастыратын event, короче. Окей? Charity event, еще. Әртүрлі сіздерде мысалға күшті нәрселер ұйымдастырады. Party, типа, вот, event деген сол нәрсе. Кстати, қазақшасын жазып кетіңіздер. Мен біліп жүрейін осыдан кейін event-ның азырын. Вот, әзірше осы. Тыңдағандарыңызға рахмет. Так, балдар, кстати, сіздерден көптеген сообщение келіп жатыр менен. ОБТ уақытысы, конечно, жақындап келе жатты, соған байланысты көптеген сұрақтар, яғни проблемалар, получается, 30-ға жете алмай жатырмын, 20-ға жете алмай жатырмын, даже жартысын алмай жатырмын ғой, апай деген сияқты нәрселер келіп жатыр. Сізде қандай да бір курстар бар ма деген сияқты. Соларға сразу дәл қазір примера арқылы сіздерге жауап бергім келіп отыр. То есть менде дәл қазір курстар жоқ, бірақ мен сізбен бөлісе алатын материалдар бар. То есть осы уақытқа дейін 4 жыл болды мен уже осы сферада жүргенім, салада жүргенім, ОБТ саласында. Бүкіл материалдармен бөлісе аламын сізге, қолымда бар. То есть менде дәл қазір не нәрсе бар? Менде 200-ден астам видеолар бар. То есть әрбір тақырыптар бойынша бұрыннан бері келе жатқан и плюс жаңадан келіп жатқан материал, тақырыптар бойынша бүкіл нәрселер менде бар, видео ретінде түсіндірілген. То есть видеода қалай түсіндірілген, да? Мысалға, скажем,
бір тақырыпты өте көбінесе келе жатқан тақырыптардың бірі мысалға комплекс объект та. Сол комплекс объектті алып, соны бұрыннан бері келе жатқан базалар бар ғой, бүкіл базаларды жинап, сол комплекс объект сұрақтары бойынша сол базаларындағы нұсқа сұрақтарынан бәрін алып жинап базалардан тесттарды құрастырып, шамамен 25-30 сұрақтай, әрқайсында әртүрлі қаншалықты таба алдық, соншалықты барлығын қайталанбайтындай етіп қойып презентацияға сол нұсқа сұрақтарымен, яғни базадағы сұрақтармен түсіндірдім. То есть мысалы комплекс объект тақырып па, сол тақырыпты бүкіл базадағы сұрақтармен нұсқалармен түсіндірілген. Получается, сізге примерно қалай келіп қалуы мүмкін, сол сияқты форматта оңай етіп түсіндірілген. Вот, дәл сол сияқты не только комплекс объект, басқа да тақырыптар. Түсіндірсіз ғой да, қазіргі сізге келіп жатқан тақырыптардың барлығы бар. Одан кейін сіз оны видео қарап болғаннан кейін тест шешсеңіз болады сол тақырыпқа сразу. Сөйтіп сіз полностью сол тақырыпты түсіне аласыз. Окей? Бір тақырыпқа примерно 15 минут, немесе 20 минут, кейбіреуіне 40 минут, то есть тақырыптың қиындығына и потом қаншалықты сұрақтап алдық, барынша соншалықты сұрақтармен, короче, шешілген, окей? Вот, в целом, по среднему 30 минуттай, 40 минуттай, в целом 30-40 минуттай, по среднему, кейбіреулер 1 сағаттық, сол видеоны қарап болсаңыз, уже полностью түсіндіңіз деген сөз, өйткені примерно осылай келеді, келуге болатындай етіп түсіндірдік. И потом не только нұсқалар, кейбір видеоларда еще жаттығулармен түсіндірілген, то есть жаттығулар ашық түрде, соларды орнына толтыратындай. Мен сізге қазір көрсете аламын, қалай примерно түсіндірілген екендігін. Вот. Сондан да и плюс тағы да бір өте жақсы жері, сіз видеоны кез келген жерін ашып қарасаңыз болады. Мысалға, просто кейбір адамдар айтып жатыр, то есть мен мына тақырыпты өтуім керек, чтобы мына тақырып келесі тақырыпқа өту үшін деп, ал сіз кез келген жерінен бастай берсеңіз болады видеоны. То есть кез келген тақырыбынан. Ең бірінші міндетті түрде айтқым келеді, сіздерде көбінесе келетін тақырыптар бар, көп балл алатын, яғни көбінесе келетін тақырыптарды бірінші қарап, соларды көп балл қосып алсаңыз болады, сразу 10 балдай деген сияқты бірнеше күннің ішінде. 1-2 күннің ішінде 10 балл қоса алсаңыз болады. Просто сізге ең бірінші көбінесе келетін тақырыптарды сол видеолардан қарап алуыңыз керек. Окей? Вот. Сізге примерно қалай көрінетіндігі, как выглядит, да, бір сөзбен айтқан кезде көрсетейін мен сізге. Так. Давайте, надеюсь, көрініп тұр. Міне, мысалға, бұрыннан бері келе жатқан бүкіл нәрселерді Google Classroom'да сақталып тұр. Кез келген тақырыпты ашып қарасаңыз болады. Мына жерде көріп тұрсыздар. Қаншама, кстати, не только видеоларда, көріп тұрғандарыңыздай, нұсқалар да бар. Минимум дегенде 50-100 шақты шығады. Точно 100 бар. Просто мен бұны қанша екен санаған емеспін, бірақ барлығын ерінбей жасаған болатын. Қарап тұрсаңыздар. Даже мысалға, скажем, proverbs, да, не только грамматикалық тақырыптар, сонымен қатар нелер де бар. Сөздіктер, proverbстар, көріп тұрсыз ғой, 1, 2, 3 деп берілген мына жерде. Так, зачеттар, басқа да алдында өткен курстар, phrasal verбтар, көріп тұрсыз ғой, дәл осындай бағана proverb сияқты көбінесе келетін phrasal verбтар да жазылып тұр, сабақтар, нұсқалар тағы да еще, мына жерде көріп тұрсыз ғой да, и phrasal verbs. Дальше келесі мысалға adjectives, adverbs, numbers, да, сабақ қарадыңыз, тест орындадыңыз, сабақ қарадыңыз, тест орындадыңыз, еще кураторский частар да бар арасында қосымша ретінде берілген. Дәл солай мысалға proverbs, даже көбінесе келетін, кстати, базалардан тоже vocabulary'nin өзін жинадық қой. Бүкіл осы уақытқа дейін келіп жатқан бүкіл нұсқаларды қарап, ерінбей, то есть мен еще тағы да көмекшілер жалдадым осыны жасау үшін. Вот, бүкіл базаларды ашып, қарап, и осылай нұсқалар құрастырып, соларды түсіндірген болатынмын. Ең көп келетін нәрселердің барлығы мына жерде бар, осы жылға дейінгі базаларын. Еще одан кейін тест орындайсыз, қаншалықты түсіндіңіз деген сияқты. Сөйтіп, тест орындаған кезде сразу миыңызға жатталып қалады. Еще идиома, да, көбінесе келетін тақырыптар. Синоним, антоним, артикльдар. Көрдіңіз ғой да? Именно айтып тұрмын ғой сізге.
базадан келген бүкіл нәрселерді алып еще жаттығулар құрастырып примерно қалайға келуі мүмкін деген сияқты логикасын барлығын түсіндірген. Вот префикс, суффикс деген тақырыптар. Conditionals. Көрдіңіз ғой да? Видео сабақ, тест қарап болғаннан кейін еще нұсқа, кураторский час, participle one, дәл сол сияқты. Complex object, gerund infinitive, reported speech, participle two, passive voice, complex subject. Көрдіңіз ғой да? Вот. Так, дальше. Phrasal verbs, vocabulary, презентациялар. Қандай сөздер білу керек, соларды презентация ретінде жасап жіберген, жасап қойылдық. И потом тапсырмалар, нұсқалар, идиома. Мысалы, әрбір идиома тақырыптары. Общий тақырыптар, general idioms, family, weather, там, money, clothes, food тақырыптары бойынша Quizlet. Complex object, нұсқалар еще. Pronouns, tenses, numbers, one, two дейді. Numeralстың түрлері. Direct, indirect speech. Sequence of tenses, types of questions, conditionals, mixed conditional, subjunctive mood. В общем, 12 шақтар. И мына жақта зачеттар. Адамдар қалай айтқан, қалай түсіндірген. Вот үшеуінің айырмашылықтары. То есть passive voice, complex subject и participle to-дің. Потом новый тақырыптардың ішіне intensify, контекст. Контекстің логикасын түсіндіргенбіз. И потом базада келіп жатқан контексттер бар ғой, соларды алып, и соларды түсіндірдік логикасымен. То есть сізге жаңадан қандай контекст келсе де, сіз осы логиканы қолдану арқылы минимум дегенде 3-4 балл ала аласыз 5 баллдың ішінде. Минимум дегенде. Реально говорю, логикасын түсінсеңіз болды. Потому что барлығы бір-біріне ұқсайды. Сізге қалай оңай табу керек екендігін, в общем, түсіндірем осы видеолардың ішінде. Еще тест, одан кейін нұсқа орындасаңыз, міндетті түрде 5 баллдың 4 баллын минимум аласыз, мне кажется. То есть просто логикасын біліңіз и все. Кішкене сөз білу керек, конечно же. Бағана vocabulary'дің тақырыптарын, сөздерін оқитын болсаңыз, міндетті түрде балл қосатыныңызға сенімдімін. Conjunctions, types of nouns. И потом 12 шақты мына жерде екі-ақ видео ретінде түсіндірін, екі-ақ видео ретінде, плюс базадағы нұсқаларды қосып, бүкіл жылдарын солардан алып, осы екі видеоға 12 шақты полностью easy тестпен түсіндірілген. Еще тест, и одан кейін нұсқа орындасаңыз, міндетті түрде түсінетін боласыз. 12 шақты екі-ақ видео арқылы. Понимаете? Екі-ақ видео арқылы. Реально. Еще контекст. Көрдіңіз ғой да? Екі контекст оқысаңыз точно түсінесіз. Complex object, intensify, determine, quantifier, reported speech, ерунди, конечно же. Тізімдері қандай келеді? Quiz, exercise, еще тест. Ну, в общем, еще мына жерде бар 12 сабақ деген ішінде әрқайсысы мысалға жаттығу ретінде түсіндірілген. Мына жерде көрдіңіз ғой да? Осылай жаттығу ретінде түсіндірілген. Әрбір тақырыптар. Просто бұл жерде бір лестінің ішіне не только бір ғана тақырып, кейде 4 тақырып бірге қосылып түсіндірген. Так что қаншама тақырыптар бар жаттығулармен түсіндірілген мына жерде. Көрдіңіз ғой да? Осылар и плюс мына тақырыптардың барлығы бар ішінде. Не только бұлар, просто осы соңғы тақырыптарды осылай копи-пейст жасаған. Негізінен барлық басқа тақырыптар бар. Бағана көрдіңіз, иә? И плюс подарок ретінде жеке тақырыптар түсіндірілген. Әрқайсысы шамамен 50 шақты видеолар еще в подарок. То есть мына жерде көптеген нәрселеріңіздің барлығын жеке түсіндірген әрқайсысын. Парт-партпен бүкілі күшті түсіндірілген, прям качественно, прям отвечаю. Сондықтан да міндетті түрде қарайтын болсаңыз, жоғары балл алатыныңызға сенімдімін. Еще бұл нәрсе сізге просто подарок, понимаете? Осы нәрселердің барлығы. В целом бағасына келетін болсақ, 15 мың теңге. 2023 жылы қарап отырсаңыз, себебі басқа жылдарды қарап отыруыңыз мүмкін ғой. И бұл 15 мың теңге не бір айға емес, 12 айға получается. Бір жылға 15 мың теңге. Сіз қазір 11 класс оқушы болсаңыз, сіз бірінші курста да жартысында пайдалана аласыз бұл нәрселерді. То есть айына келіп есептейтін болсақ, 1250 теңге. 1250 теңге. Айына 1250 теңге, күніне есептейтін болсақ 41 теңге.
41 теңге, білмеймін күніне не аласыз. В общем, 41 теңге қазір, мне кажется, еш нәрсе келмейді. Ал сіз онан қаншама білім ала аласыз. Көріп тұрсыз ғой? Не только ОБТ-да, одан кейін де пайдаланасыз. Вообще, білім негізінен ешқашан таусылмайды. То есть, сізбен бірге қалатын нәрсе, оны ешқашан жоғалтпайсыз. Мысалы, ақшаны жоғалтуыңыз мүмкін, бірақ білімді ешқашан жоғалтпайсыз. Так что 41 теңге күніне, мне кажется, оно того стоит. Понимаете, даже мен мына жерде көріп тұрсаңыздар, тек қана бір ғана осындай нәрсені, бір ғана осы жерде көріп тұрсыз ғой, минимум дегенде 15, 20, даже 30. То есть әрқайсысы әртүрлі енді бағалары, потому что ішіндегі материалдарына байланысты, бірақ минимум дегенде 15 мың теңге тұрды. Әрбір классрум, понимаете, әрбір поток минимум дегенде 15-20 мың теңге тұрды. Минимум, понимаете? И сізге мен 8 нәрсені берейін деп тұрмын, 7 классрум и плюс подарок, понимаете, бағанақ нәрсені. 8 нәрсені сізге 20 мыңның орнына қараңыз, 15 мыңнан есептейтін болсаңыз 8-ге көбейтсеңіз. Минимум дегенде 15 мың деп тұрмын ғой әрқайсысы. 20 мыңнан бастайтын нәрсеге сізге 15 мың теңгеге не бір айға, бір жылға, понимаете, 12 айға беріп тұрмын бұл нәрселерді. Күніне есептегенде всего 41 теңге. Қанша материалды 41 теңге. То есть, сіз тек қана оқушы емес, мұғалім болсаңыз да, бұл материалдарды алсаңыздар болады. Өткені мен квал-тесттің сұрақтары талдаған болатын жазда. ОБТ сұрақтарына ұқсас, тақырыптары да ұқсас болып келеді. Сондықтан да мұғалім болсаңыз да ала берсеңіз болады. И при этом сіз оқушыларыңызға осындай качественный, білімді беретін боласыз. Конечно, мен басқа да адамдарға пайдасы тисе, сіз басқа адамдарға үйретесіз, олар да қуанып, в общем, кез келген адам үшін өте қуаныштымын. Так что өзіңізде оқушыларыңызды қуантып, мұғалім болсаңыз, бұл білімді алғаныңыз сізге де өте пайдасы зор в целом, окей? Квал-тест үшін де, в целом, білім беруіңіз үшін де, сабақ берген кезде өте жақсы түсіндіре алатын боласыз, себебі өзіңізге бірінші түсінбесеңіз, қалай басқа адамдарға түсіндіресіз, например. В общем, квалификацияңызды арттырасыз, профессионалдығыңызды. И плюс, тағы айтқым келеді, бұл видеоларды не только 2023, 2024, 25 жылдары қарау мүмкін, әрбір қай жылда қарап отырсыз, соған плюс 20%. Например, скажем, сіз 24 жылы қарап отырсыз, сізге 18 мың теңге болады. 25 жылы қарап отырсаңыз, в общем, 6 мыңды қосатын болсақ, так, математика, 21 мың теңге болады. Түсініп тұрсыз ғой, да? Получается, неге 20%? Себебі инфляция по среднему Қазақстанда 20%. Яғни теңгесіздену, в общем, теңгенің құлдырауы 20%. Понимаете? Әрбір жыл сайын. Так что 20% инфляция құны. Осы материалды алатын болсаңыз, бағана 15 мың теңгеге, то есть 15 мың теңге бір жылға сізге доступ ашам, барлық бағанағы классрум сабақтарына кез келген тақырыптан бастап қарасаңыз болады. Вот, любой 200-ден астам видеолар, қаншама деген материалдар, барлығын өз көзіңізбен көрдіңіз және да. Осыны 15 мың теңгені, получается, осы номерге жібересіз, жансая деп шығады. И потом сіз анау ақша жіберетін кезде жазылып тұрады, жазатын жерге білімім үшін аямаймын деп жазыңыз, сосын сразу білем сіздің осы видеоға салып жатқаныңызды, окей? И сізге өзіңізге де тоже не болады, қалай? Мотивация болады. То есть білімім үшін аямаймын, все, мен оқимын деген сияқты, өзіңізге как будто ант беріп жатқан сияқтысыз, да, в общем, уәде беріп жатқан сияқтысыз, в общем. И мен үшін де, конечно, жақсы, сіз білім алсаңыз, өссеңіз, әрбір адамның өсуіне қуаныштымын всегда. Еще көмегім тисе, ол үшін вообще перфект. Сосын WhatsApp-қа бағана чекті жіберсеңіз, и потом почтаңызын жазыңыз, мысалға Бауыржанова jансая.ru деген сияқты, Gmail деген сияқты, солай өзіңіздің почтаңызды жазыңыз. И сол почтамен сізді қосатын болған барлық нәрсеге. Потом видеоны алғаннан кейін халява деген жоқ, оқыңыз, күніне бір видеодан қарасаңыз, міндетті түрде бағыңыздың өсетінде точно сенімдімін. Бірақ видео қараңыз күніне, все. Там максимум 1 сағат кетеді, и бір тест орындаңыз болды. Все, сіз уже точно жоғары аласыз. Прям 100% айтам. Бірақ видеодан қарасаңыз, прям нереально. Просто оны қарамайтын адамдар бар. Так что сол главное сіздерге айтатын тек қана сәттілік, өз-өзіңіздеріңізді аямаңыздар, себебі сіздердің мамандықтарыңыз ағылшынмен байланысты болып келеді. И ағылшынды сіздер басқа мамандықтардан қарағанда, басқа адамдарға қарағанда намного жоғары білулеріңіз керек негізінен, окей?
өйткені сіз ертең даже резюмеге жазасыз өзіңіздің қандай білім, грамматикаңыздың, ағылшын біліміңіздің деңгейін. Сол үшін сізге грамматика, сөздік қор деген самый главный роль атқарады ағылшын тілінде. Так что осыларды міндетті түрде білгендеріңіз жөн. И потом сіз даже универде бірінші курста оқып жатсаңыз да, мысалға бағанағы сөздіктерді қолдану немесе вокабуляриді, грамматиканы қолдану арқылы мысалы сіз эссе жазасыздар, сөйлейсіздер, сол кезде бұл главный основасы болып табылады, окей? Фундамент болып табылады. Сол үшін міндетті түрде бұл нәрселер сізге 100% керек. В целом негізінен өзім үшін негізінен біртүрлі как будто өзімді обесценивать етіп жатқан сияқтымын. Өзім білім неге себебі бұндай көп материалдар негізінен бір айға да 15 мыңға берілмейді негізінен. Басқа курстар қарайтын болсаңыз, бүкіл нәрсе қаншама еңбекпен жасаған, басқа адамдарға еще төлеген. Мен осы тек қана презентацияны бір өзім бұрынғы базаларын бәрін қарап шыға алмаймын ғой да, мен бір өзім қалай оған бәріне үлгеремін. Сол үшін басқа адамдарға да төлеп, әрбір жұмыс үшін білесіз ба, қаншама еңбек еттім өзім, и плюс басқа да адамдар артында көп осы нәрселерді жасап жатқан. Сондықтан да еңбекті бағалап, жақсылап қарап, міндетті түрде сізге көмектесетініне сенімдімін, себебі қаншама адамдар осыны көрген, 40-тан жоғары алып жатқандар бар, 35-тен жоғары. Даже если олар beginner деңгейінде болса да, яғни 0 немесе енді бастап жатса да, ағылшынды өте төмен болса да, 30-дан да 35-тен де жоғары алып жатқандар көп қарап жатқандар. Сондықтан да мен өзімнің видеоларымның качествосына, сабақтарымның качествосына 100% сенімдімін. Тек қана сіз оны алып оқысаңыз болды. Еще ата-анаңызды сіз ай сайын ақша сұрап мазаламайсыз, себебі бір-ақ рет төлеу арқылы сіз 1 жыл бойы от души пайдалана аласыз. В общем, өте арзан бағада. Себебі даже бұл нәрсенің біреуінің өзі, жаңа айттым ғой сізге, біреуінің өзі бір-ақ айға, біреуінің өзі минимум дегенде 15 мың тұрады, 15-20 мың теңге. Қазір деген шок бағалар өсіп жатыр, білесіз, в общем, жыл сайын, ай сайын даже. Сондықтан да сіз, мне кажется, даже көзді жұмып ала берсеңіз болады, себебі қаншама кеткен еңбек 100% 15-150 мыңға минимум дегенде бір айға негізінен лайықты. 100% лайықты. Сондықтан да аямай оқи беріңіздер, дами беріңіздер, и сіздің әрбір алып жатқан біліміңіз ертең сіздің табысыңыз, сіздің ақшаңыз, сіздің зарплатаңыз. Сондықтан да ешқашан біліміңізден аямаңыз. Әрбір кеткен уақытыңыз сізге ақша болып қайтады ертең. Сол үшін ешқашан аянбаңыздар, оқыңыздар, қараңыздар, качественный нәрселер қараңыздар, уақытыңызды жай ғана босқа өткізбеңіздер, окей? Сол барлықтарыңызға алдағы уақытта сәттілік, жақсылап, қандай экзамен болса да жақсылап тапсырып шығыңыздар. Тек қана бұл экзамен үшін деп қана емес, вообще в целом ағылшынды дұрыстап оқып, өткен сіздерге ертең ағылшын тілін білесіздер қаншалықты маңызды екендігін, барлық жерде маңызды. Кез келген маман егер болсаңыз, сізге маңызды 100%. Так что тоқтамай всегда оқи беріңіздер. Кстати, өзімді сіздерге мысал ретінде көрсете аламын, себебі өзім ағылшын тілін білгеннен кейін, мысалға менің табысым өсті, көріп тұрғандарыңыздай, басқа да адамдарға көмектесе аламын, соның нәтижесінде табыс таба аламын. И плюс мысалға мен магистратураға түстім, то есть бакалаврға, конечно, түстім. Неге? Грантқа, одан кейін магистратураға грантқа түстім Назарбаев университетіне. Одан кейін мен уже докторантураға түстім, получается, уже 1 жыл бұрын түсіп қойдым даже. Докторантураның басталғанға дейін 1 жыл бұрын түсіп қойдым. Табысы 1500 евро, получается, таңсегенге мен алатын ең бірінші курсқа, ең бірінші жылға еще, одан кейін дальше өсет деп айтып тұр. Минимум дегенде 1500 евро, ол Қазақстан қазіргі теңгесімен шамамен алған кезде 800 мың теңгедей. Получается, екінші курстар, мысалы, 1 миллионнан артық алуы мүмкін. Так что, сізге айтамын, не только білім, оқудан, плюс табыс табасын, басқалар көмектесін, қаншама деген ақша ғой ол деген. Табыс қой ол деген, білесіз бе, әрбір білімім уже ақшаға айналып жатыр, өте қуаныштымын. Сондықтан да сізге де айтамын, барлығы возможно тек қана оқыңыз. Дұрыс па, дәл қазір сіз әрбір видеоны қарап уақыт кетіріп жатқан болатын болсаңыз, сіздің қазіргі
қазір уже бастап кетуіңізге болатын еді көрсетесіз, ал әлі сіз басқалар әртүрлі видеолар қарап жатсыз. В общем, соны айтқым келеді, уақытыңызды босқа жұмсамай, в общем, барлығын біліміңізді табыс көзіне айналдырыңыз алдағы уақытта. Сіздерге сенем, барлықтарыңызға сәттілік. Видеоны до конца көргендеріңізге рахмет. Өсе беріңіздер, өне беріңіздер, ешқашан тоқтамаңыздар, в общем. Себебі әрбір біліміңіз сізге ертең табыс алып келеді, тағы айтамын. Рахмет барлықтарыңызға до конца көргендеріңізге. Сау болыңыздар. Әрқашан сәттілік, бірге дамиық, ешқашан тоқтамаңыздар дамудан. Bye bye. See you.